Құрметті әлеуметтік желі оқырмандары, қазақтың ұлы ғалым саяхатшысы Шоқан Уәлихановтың туғанына 185 жыл толуына орай Чапаев ауылы кітапханасы қазақтың жарық жұлдызы атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Кітап көрмесіне кітапхана қорындағы ғалымның шығармалары мен еңбектері қойылды. Шоқан Уәлихановты саяхатшы ретінде әлемге паш еткен 1858 жылғы Қашқарияға саяхат болды. Осы саяхат негізінде Алшақарға сапар атты еңбегі дүниеге келді. Шоқан Уәлихановтың көп томдығының 3-ші томында осы Қашқарияға сапар кезінде жазған қолжазбалары, күнделіктері, Шығыс Түркістан және оған шекаралас Орталық Азия өңірлерінің тарихы, экономикасы, саясаты, географиясы жөніндегі зерттеулері енген. Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов Мұхаммед Ханафия 1835 жылғы қарашада Шыңғыс Уәлихановтың отбасында Құсмұрын бекінісінде дүниеге келді. Шоқанның жеке тұлға болып қалыптасуы бала кезінен басталды. Ол ақылымен, табандылығымен, үлкен қабілетімен ерекшеленді. Оның әкесі Шыңғыс Уәлиханов білімді адам болды. Шоқан оқуды ерте араб және парсы жазуының негіздерін үйренді. Дәстүр бойынша сұлтандардың балалары жеті жұрттың тілін білуі тиіс болды. 12 жасында Омбы қаласындағы кадет корпусының оқушысы болды. 1847 жылы Омбыдағы Сібір кадет корпусына оқуға түсті. Дәл осы кадет корпусында Шоқан өзінің туған өлкесін және шығыс елдерін меңгеруге қызықты. 1853 жылы кадет корпусын аяқтап Сібірдің қазақ әскеріне жеке Сібір корпусының командирі Расковтың адъютанты болып тағайындалады. 1865 жылғы 10 сәуірде алтын емін жотасындағы жақын Көшен Тоған деген жерде қайтыс болды. Сол жерде жерленген. Шоқан Уәлиханов 19 ғасырдағы бейнелеу өнері саласында еңбек еткен қазақ халқының шын мәніндегі тұңғыш зерттеушілерінің бірі екендігін ең алғаш зерттеп дәлелдеген академик Әлкей еді. 19 ғасырдың ортасында қысқа ғана өмір сүрген ұлы гуманист, Қашқарияны тұңғыш ашып берген үлкен ғалым, этнолог, тарихшы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың өмір жолы академик Әлкей Марғұланның білікті зерттеулері арқылы кеңірек ашылады. Сондай-ақ патриархалдық ортада өскен бала Шоқанның асқан қабілеттілігін академик барынша мақтан жеткізуге тырысқан. Аққан жұлдыздай аз ғана ғұмырында ғұлама ғалымға айналған Шоқан Уәлихановтың төл тарихымызға қосқан үлесі ұшан теңіз. Оның есімі ұлтымыздың мақтанышына айналды. Ал шығармашылық мұрасы әлі күнге шейін өз